Жалпы мен осы айтыста жүріп, халықтың арасында жүріп байқаған бір мәселем, халықтың сізбен бізбен отырып бір тынбай құштарланып отырып талқылайтын тақырыптар бар да. Бірақ соның төңірегінде әрекет істеуге ешқашан қадам баспайды екенбіз да. Ол осы ұлттық құндылықтарға қатысты. Сізбен таңға дейін бала тәрбиесі жөнінде әңгіме айтуға бар халық. Қызды қалай тәрбиелейміз, ұлды қалай тәрбиелейміз, баланың бойында лидерлік қасиетті қалай қалыптастырамыз деген сияқты түрлі тақырыптармен аузынан су құрып тыңдауға дайын, бірақ соның төңірегінде бір бағыт бағдар көрсетсең ешқашан алға баспайды. Ол бірінші мәселе. Екінші, ұлттық құндылықтарға келген кезде қазақтың қымызын басқа ұлттар меншіктеп алыпты десеңіз, әлеуметтік желіні қопарып жібере жаздайтындай пікір жазуға дайын. Ана министрлік қайда қарап отыр, анау қайда қарап отыр, мында қайда қарап отыр. Бірақ шаңырағында кішігірім бір қуаныш болса, қойшы енді дастарханыңа осы қымыз десең, өліп кетсе де қоймайды ол қымызды. Оған әрекет етпейді. Немесе қазақтың киімі болсын, қазақтың басқа бір ұлттық құндылықтары болсын, тек қана қазақы дастарханды даярлап беретін бір мейрамхана ашып қойсаңыз, еті бар, қымыз бар, оған ешқашан бармайды. Бізге Италияның пиццасы керек, бізге Жапонның суши керек деген сияқты. Сонда біз осы төңіректе біз мысалы көп әңгіме айта аламыз да, бірақ осыған нақты әрекеттер жасалмайды екен да біздің тарапта. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.